Сәлеметсіздер ме? Сирень ағашы гүлдесе, біздің сүйікті ұстазымыз Ғайза Рахметтің туған күні келді деген сөз. Құтты болсын. Ғайза апай, әлі есімде, туған күніңізде мектеп шағымызда. Құшағыңыз толған сирень гүлі. Шәбит ағайды қолтықтап, басыңызды иіп, күлімсіреп үйге қайтып бара жатырсыз. Қандай кереметке сүйсіне қарайтынның шыны керек. Құтты болсын тағы да туған күніңіз. Рахмет айтамыз. Өмірлік ұстаз болдыңыз. Тәрбиеңізге рахмет. Қазақ әдебиеті пәнін біз асыға күтетінбіз. Өйткені Ғайза апай сабақ түсіндірген кезде образға кіріп түсіндіретін. Менің өз басым актер мамандығын таңдауым осы Ғайза Рахметтің сілтемесі бойынша. Алматыға барып, үлкен қаланы көріп, былайша айтқанда сығалап келдім актерлік өмірді. Өйткені Ғайза Рахметтің өзі актер, өзі режиссер, өзі сценарист болатын. Әрбір қойған пьесаларына бізді қатыстыратын. Құрметті Ғайза апай, мектеп бітіргенімізге 25 жыл. Осындай мерейлі берекелі қуанышты күніміз құтты болсын. Бізге білім беру саласында төккен теріңіз, ерен еңбегіңіз үшін сізге көп рахмет. Мына алда келе жатқан мерейлі туылған күніңіз құтты болсын. Сізге ана бақытын, ұстаз бақытын тілейміз. Деніңізге саулық, дертіңізге шипа тіледік. Осындай шәкірттерді тәрбиелеу жолында қызмет етіп, үлкен теріңіз бен ерен еңбегіңіз үшін сізге үлкен алғыс. Ғайза Рахмет қызы, сізге келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық деймін. Алла тағала сізге ұзақ өмір, ұзақ ғұмыр сыйласын. Енді Ғайза Рахмет қызы бізге сынып жетекшілік қызметін атқарған таңда бізге тек қана білім ғана беріп қойған жоқ, сонымен қатар тәлім тәрбиесін де берді, өмірге тәрбиеледі, арасында жұмсақ та ұстай білді, арасында қаталдық та таныта білді. Біз бұған үлкен рахмет айтамыз. Осындай сынып жетекшіміздің болғаны өте қуанамыз. Көптеген естеліктер бар ғой, әрине соның енді бір-екеуін айта өтетін болсам, ең бірінші 5-ші сыныптан бастап қабылдаған сәтінде бізді барлығымыздың туған күнімізді ескерусіз қалдырмайтын еді. Өзіміздің 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін аралығында 2 өлеңіміз болып, әр туған күн сайын шырқайтын. Сол ән шырқалады және біздер сол вальс билеп, жаңағы туған күн иесін құттықтап, неше түрлі ойындар ойнап, солай туған күнді атап өтетін едік. Және де екіншісі, сабақ берген сәтінен есімде қалып отырғаны 5-6 сыныптар болу керек. Апайымыз жерге есікті ашып, жерге тарс етіп құлап, бәріміз аң-таң болып бір-бірімізге қараймыз, не істеп жатыр, не болып қалды деп. Сосын апай бір кезде жаңа басын көтеріп, балалар, мен не істедім, оған қандай сұрақ қоямыз, бүгін бізде жетістік деген тақырып өтіп жатырмыз деп бізге солай сабақ түсіндірген болатын. Сол сәт есімде әлі бар. Енді айта берсек өте көп. Ғайза Рахмет қызы, сізді тағы да туған күніңізбен құттықтаймын. Ассалаумағалейкум. Мен Ашнағалиев Мереке Мергенович, 2008 жылғы түлек. Ғайза Рахметовна бізге сынып жетекші болды, қазақ тілі мен әдебиеттен сабақ берді. Апайымыздың сабақ беру әдісі, тәсілі өте ерекше, басқаша болып көрінетін біз үшін. Себебі әрбір өткен тақырыпты өмірде болып жатқан оқиғалармен, өмірде болып жатқан құбылыстармен және де өзінің іс-қимыл әрекеттерімен түсіндіруге, жеткізуге тырысатын. Сонымен қатар тәрбие сағаттарында қазақ тілі мен әдебиеттен қосымша бір уақыт тауып біз үшін өмір жайында бізді өмірге баулып, қиялымыз бен ойымызды дамыту мақсатында әртүрлі тақырыпта әңгімелер айтып, дискуссия жасап, дебаттар өткізетін. Сондай бір оқиғалардан бір есіме түсіп отырғаны, 5-ші сыныпта бізді қабылдап алған уақытта бізде әрбір тәрбие сағатында жер асты патшалығы жөнінде бір ертегі айтып беретін. Ол ертегінің мәні, мағынасы, ішіндегі кейіпкерлері ешқайсысы шынымды айтсам есімде жоқ. Есімде қалғаны апайымыздың сол ертегіні бізге қалай жеткізгендігі. Ол кейіпкердегі жылан болса, сол жыланның даусын ысылдап салып, ханшайым болса, ханшайымның күлкісін, сыңғырлаған күлкісін салып, батыр болса, батырдың даусын салып, сол ертегіні бізге барынша қызықты етіп. Керемет естеліктер есімізге түсіп, балалық шағымыз есімізге түсіп, мектебім, сыныптастарым, ұстаздарым есіме түсіп, керемет бір көңіл күйде тұрмын. Осы орайда ерекше есіме түсіп тұрған Ғайза Рахмет қызы өзіңізсіз. Сіздің бізге берген тәрбиелеріңіз, сіздің өткізген сабақтарыңыз өте қызықты өтетін. Нағыз қызық болмай бара жатса, өзіңіз ойдан ертегі құрастырып, оның бір керемет жеріне келгенде рекламная пауза, ертең бәріңіз 5-ке оқып келсеңіздер, сол кезде жалғасы болады деп бітіріп тастайтыныңыз, не бір қызық күндер бәрі есімізге түсіп тұр. Сіз сияқты ұстаздың алдынан тәрбие алып, тәлім алып, осы өзіміздің тілімізді, өзіміздің ұлы зиялыларымызды сіз арқылы үйренгеніңізге біз өте қуаныштымыз. Келген жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, аман жүріңіз.
Мә қасқа. Кет бар, иша. Қай бетін ішімсен кет бар. Мұрны піштиған. Жоқ, дымнаған жоқ. Иша. Қой. Маған мүлдем ұнап тұрған жоқ, түк те ұнап тұрған жоқ. Жоқ, барлық жері күшті, иә, бірақ мұрны үйлеспей тұр екен. Пышық мұрын, бір піштанай мұрын ба, екі танау ғана көрінеді. Дым үйлеспейді, жоқ. Қоян, кел, ұзаған ғайым шақыр. Қазір сорық ішеміз. Сорық жақсы көретін еді ғой, алып келеміз. Қап, ойбай, мәссә. Шаруа бастан асады, не жатсы сендердікі? Есіктің алдына астан кестен шығып жатыр. Сарайдың боғағып жатыр. Қораны майлау керек. Шығып шөп жұлыңдар. Не жатсы? Телефондарын маған өткізіңдер бәрі. Бұл.